Мына апамнан сұрайшы. Апа, қазақ деген неше әріп? Бес әріп. Бес. Былай оқсаң да қазақ? Былай оқсаң да қазақ. Дұрыс ағайындар. Ағайындар, қазақ деген бес әріп. Былай оқсаң да қазақ, былай оқсаң да қазақ. Қазақ деген бес әріп. Бес саусағым деп білем. Үш саусағым үш жүзім. Екеуі қожа төре ғой. Осыларды ойласаң, санаңа көп келеді ой. 2030 келіп, қазақ елі бар әлемге жылқарап күліп тұрсын. Қытайдан да көп болып қазақ саны. Келіндеріміз 15-тен жыл сайын туып тұрсын. Италия, Испания, Бразилияны қазақтың тойы ғана қызықтырсын. Қазақтар шекарадан тек қана Меккеге бару үшін шығып тұрсын. Осыны естіп отқан таза қазақ мүмкіндік болса, бір шапалақ ұрып тұрсын ағайындар. Ал енді, құрметті ағайындар, мінеке осы ортада өнер көрсеткен өнерпаздардың құрметімізге баршаларыңызды ортаға бір 15 минут жалпы биге шақырайын гәне. Мына бірінші орын алған, мына жаңа құдалар жағынан шыққан Нұр Ислам дейтін бауырымыздың құрметіне баршаларыңызды ортаға жалпы биге шақырамын гәне.